Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге Алпыслаев тележобасында сыр сұхбат бағдарламасы. Студияда жас тілші Сансызбаева Гүлназ Және де Нұратова Алия. Алия, сенің ойыңша үйдің асыл қазынасы бұл не? Отбасы құндылықтары ма? Бұның да дұрыс, бірақ үйдің асыл қазынасы бұл қарттар. Қазақ халқы қарттарым асыл қазынам деп оларға үлгі тұтқан екен. Ертеректе жасы 40-тан асқан қазақтар қарттыққа бет бұрып немере бағып елге үлгі боларлық іс атқаруға тырысқан. Төрінен қарт кетпесін деп тіпті қазақтар мақалдап та кеткен. Соған орай той-томалақты батасыз бастамаған. Сол себепті қазіргі кезде бата беру жиілеп бара жатыр. Мүмкін ол жаһанданудың кері әсері шығар деп те ойлаймыз. Ата-әжеден білім алған бала жаман болмайды. Керісінше зерек те ерек болушы еді. Оған мысал ретінде Абай атамыз айтуға болады. Себебі оның ең басты қасиеттерінің бірі зереден дарыған. Қарттарымызды құрметтеп, оларды сыйлауға шақыру мақсатында 1 қазан қарттар күні ретінде жарияланған болатын. 1 қазанды біз жылы жүрекпен қарттарымызды сыйлаймыз, құрметтейміз. Алайда оларға бұл күн аздық етеді. Себебі олар жас бүлдіршіндердің тыныштығы үшін, бейбіт күндер үшін аянбай еңбек еткен болатын. Дұрыс айтасың. Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы да қарттарым асыл қазынам деген тақырыпқа сай келіп отыр. Ендеше бүгінгі қонағымызды сіздермен таныстырып өтейік. Ең керемет әжелердің бірі ретінде Зиягүл әже бүгінгі біздің қонақта. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Сөзімізді жерге тастамай келгеніңізге рахмет. Сізді біріншіден осы қарттар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Сіздердің бойларыңыздағы өмірге деген шексіз белсенділік осы жастарға үлгі болып қалмақ. Сіздердің көпшілігіңіз өз жастарыңызға қарамастан осы өскелең ұрпаққа көптеген үлгі беріп, оларды бағып-қағып жатсыздар. Сол үшін сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Қазіргі кезде біз тәрбие жөнінде әңгіме қозғап жатырмыз. Жалпы қазіргі заманның жастарына деген тәрбиеңізге көңіліңіз тола ма? Әрине, құрметті, бүгінгі мынау осы 60-шы мектептің ашылып жатқан бүгінгі талаптарың оң болсын. Бірінші құрметтеп, қарттарым алтын қазынам деп атсындар, құрметтеп төрлеріңе шақырып, осындай жақсы құрмет көрсетіп атқандарыңа біріншіден көп рахметімді айтамын сендерге, балдарым. Екіншіден, осы 60-шы мектептің ұжымын, қарттардың жақсы мерекесімен қарсы келіп атқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Екінші, енді әрине тәрбиеге көңіліміз толады. Қазір енді шүкір жастар білімді, саналы, ақылды қазіргі жастар. Ата-аналар да көзі ашық, көкірегі ояу деп есептеймін. Енді өздерінің заманына сай осы білімін алып, тәрбие беріп жатқан ата-аналардың бәріне мен алғысым шексіз. Қазіргі балдардың ой өрісі жоғары, саналы, білімді қазіргі балдар. Мен оны өз балдарымнан да біліп отырмын. Біріншіден, екіншіден мен осы мектеппенен өте тығыз байланыстамын, келемін. Ата-аналар жиналысы болсын, жаңағыдай жақсы бір құрметті күндерде шақырат, осы ұжыммен бірге болып, әйтеуір барлығында мен араласып жүрем, тығыз байланыстамын. Сондықтан да қазіргі беріліп жатқан тәрбиеге менің әрине көңілім толады. Керемет, тамаша. Талай жасты тәрбиелеп, із бастарларыңызды өсірдіңіз. Бүгінгі еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шаққа жету үшін қандай әдіс тәсілдеріңізді қолдандыңыз? Енді өмір болғасын барлық бірдей болмайды, қиыны да болады, қызығы да болады. Бізді жас болып өмірге келгенде осы балдарымызды өсіріп, оқытып, өзім бауырымнан 4 бала өсіріп отырмын мен. 2 ер бала, 2 қыз бала. 2 ер балам темір жолшыда, 2 қыз балам мұғалім, ұстаз. 2 келінім бар, 2 ұстаз. Сондай өзім ұстаздарды тәрбиелеп шығарғасын мен ұстаздардың жағдайын өте жақсы білем. Өте қиындығы да көп, қызығы да көп, өте бір тамаша мамандық деп есептеймін ұстазды. Сондықтан да енді осы бірден жеткеніміз жоқ, сол балдарды жеткіздік, тоқыраудың заманын көрдік, өткен
сол кездерде енді шамалы қиыншылық болды, ол қиыншылықтарға төздік. Сол кезде менің балдарым студент болды. Алматыда оқыды, Жамбылда оқыды, Ақтөбеде оқыды, әр балам әр жерде. Соны өзіміздің қайратымызбенен, жігерімізбенен папасы екеуміз жеткіздік. Қазір шүкір, әр балам әр салада өзінің еңбектеріменен барлығы да өзінің сол орындарын тапты деп есептеймін. Қазір олардың өзі қазір бөпелері бар, балалы, шағалы, жанұя. Шүкір деймін. Негізінен ата-ананың басты міндеті бала тәрбиесі. Сіз өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан немерелеріңізге, балаларыңызға ұқсас тәрбие беріп жатырсыз ба? Конечно. Мен балдарымды айтып отырмын ғой, балдарымды жеткіздім. Қазір немерелерімді тәрбиелеп жатырмын. Немерелімнің алды студент, о да педагогика. Педучилище оқып жатыр, екінші курс. Онан кейінгі балам екі бастан өздерің білесіңдер, Дәулет. Онан кейін Әлшер дейтін немерем бар. Тағы кішкентай немерелерім бар, мектепке биыл 1-ші классқа барып жатыр. Әрине мен сол балдарға тәрбиемді беріп жатқаным, мен уже Шалқарда тұрамыз біздер. Сол Шалқардан келіп, Ақтөбеден осы 1-ші микрорайондан үй алып, сол балдарды папалары, мамасы ауылда жұмыста, мен өзім осы Ақтөбеде оқытып жатырмын. Керемет. Жалпы осы ұрпақтарыңыздың санын айтып кетсеңіз, оларды қалай жеткізіп неттің? Ұрпақтарымыз саны, Құдайға шүкір, жаңа айттым, 4 балам бар, 2 ұл 2 қыз. 4 баламнан 10 немерем бар. Шүкір, бәрі де үлкен, ер жетіп, енді ең кішкентайларының өзі жаңағы балабақшаға барып жатыр еді, өсіп жатыр, шүкір. Енді соларға енді осы әйтеуір денім сау болса, осы өзімнің көрген тәлім тәрбиемді бойларына сіңіріп, осы бір саналы азамат қылып тәрбиелеп өсіріп, әлім жеткенінше сол әлде де балдарыма енді еңбек сіңірем деген ойдамын. Шүкір. Сіздердің өмірлеріңіз, яғни өткен замандарыңыз қиындық пен қасіретке толы заман болды. Және сол замандағы қиындықтарға қалай төтеп бердіңіздер? Қиындыққа енді, ол қиындыққа адам төзу үшін адамға біріншіден сабырлық керек. Төзім керек, шыдамдық керек. Біздерде осы өзіміздің жігер қайратыменен сол барлық сол жоқшылыққа да, қиындыққа да төзіп, сол балдарды осы жаңа біздің кезімізде бұндай тегін нәрсе болған жоқ. Жаңағы өзіміздің маңдай терімізбенен, сол өзіміздің ұстамдылығымызбенен, сол біздің алдымызда өткен үлкендерден алған үлгі өнегемізді алдымызға тоса жүріп, сол балдарды жеткіздік. Өте керемет. Яғни қазіргі заманда елімізде болып жатқан жағдайлар, қиындықтар бұрынғы замандағы қиындықтармен салыстыруға келе ме? Бұрынғы заманның қиындықтары енді біздің ар жағымыздағы қиындықтарға қарағанда енді бүгінгі қиындықтар шүкір деймін. Енді әйтеуір қазір енді халықтың өзінің көзі ашық, бұрынғыдай емес, ой өрісі кең, қолдарында әйтеуір шүкір жан-жағы бар, елде бар. Халық Қазақстан әйтеуір шүкір егемендік алғалы, халықта ешқандай енді жағдай айтатындай не тіршілік істеп мен еңбек етем, мен өмір сүрем деген адамға Қазақстанда тіршілік бар. Енді бұл Қазақстанға енді қатты осы биылғы жыл шамалы ауыр тиіп отыр. Енді мына енді елдің бәрі біліп жатыр, коронавирус деп жатыр. Енді өзіміз бәрінің елге келген бір нәубет деп есептейміз ғой енді. Осыдан әйтеуір аман есен шықсақ, өзімізді өзіміз сабырлыққа шақырып, өзімізді өзіміз жаңағы ұстамдыққа шақырып, жаңағы жан-жағымызды ағайын тума бірге жаңағы осындай бірге туғандарымызды, жан-жағымызды өзіміз сол елдің осы коронавирусқа деген сақтану шарттарын, шараларын қолданып, жаңағы сондай бір ұстамдылық көрсетсек, бұдан да Қазақстанда шығады деген ойдамын енді. Лайым солай болсын деп тілеймін айналайындар. Осы нәубеттен аман есен шығып, осы өзіміздің жаңағы қара шаңырақ үлкен осы мәуелі мектебімізге келіп, балдарымыз бәрін бастарын қауышып, сол осы ұстаздарының алдарында осы білімін алса деп тілеймін балдар. Зиягүл әже, білуімше сіз өте керемет бұлбұлдай сайраған әншілік өнеріңіз бар. Бізге енді бір халық әнін арнап айтып берсеңіз. Халық әні? Қайырмасынан қайырып берсеңіз. Айналайын қарағым, келдің қайдан,
алма мойын ақ үйрек, ұшар сайдан дедім аяу. Алма ағаштың гүліндей ай, текеметтің түріндей ай. Өтіп дәурен бара жатыр, сіз бені бізге білінбей ай. Керемет әже. Тесіп қоятын адамсыңдар. Өте әдемі екен. Жаттап келетін едім ғой. Осы орайда қарттар мерекесіне орай әжелер қауымына арналған өзімнің шығармашылық өлеңімді қабыл алыңыз. Бәрекелді. Кішкентайдан бақ қақты өзімді, әже деген бір адам ғой керемет. Тастамайды жерге менің сөзімді, әрбір іске, әрбір сөзге төзімді. Әжем менің бір керемет асыл жан, бата беріп сипайды менің басымнан. Дәмді тәтті тағамдарды пісіріп, махаббатын көрсетеді осыдан. Немере емес қызым дейді ол маған, жақсы сөзді айтып мені қолдаған. Жарыстардан шығарымда маған, ақ тілек бата беріп шығарған. Біз рахмет балым. Бақытты бол. Талабың оң болсын. Әмин. Біз бүгін қолданып жүргендердің барлығы бейбіт уақытта жұмыс істеген зауыттар мен көрнекті қалалар сіздердің қолдарыңыздан шыққан туындылар. Осы соғыс жылдарында неше түрлі қиындықтарды көріп, осындай бізге ашық аспан сыйлағандарыңызға, бейбітшілік осы елінде бейбіт әрі татулы елде тұрып жатқанымызға осы сіздер себепшісіздер, сіздерге көптен көп алғыс айтамыз. Рахмет. Үлкенді сыйлау, кішіні құрметтеу ол ежелден келе жатқан салтымыздың бір ретте қабылдауға болады. Сол себепті сіздерге алғысымыз шексіз деп айтудан жалықпаймыз. Яғни сіздердің жас бүлдіршіндерге беріп жатқан тәрбиелеріңіз, тәлім тәрбиелеріңіздің орны бөлек. Сіздерге баянды бақыт, мәнді өмір, ашық аспан, зор денсаулық, аманшылық, осы жақындарыңыздың өзіңізге деген сарқылмас сүйіспеншілігі осы арта берсін деп тілегіміз келіп отыр. Рахмет. Ендеше апа, біздің студиямыздың жас тілшілеріне арналған ақ батаңызды сұраймыз. Ал құрметті балдарым, біріншіден мен тілегімді айтып кетейін, тағы да бағанада айттым ғой, мына өте жақсы бастама бастапсыздар. Құтты болсын. Рахмет. Мынау жас тілшілерді тәрбиелеп, осыны сондай ұйымдастырған осы ұжымдарыңа көп рахметімді айтамын. Енді осы мектептің әнеу күні естіп жатырмын, үлкен жетістікке жеттіңдер. Оларыңызда құтты болсын, ол үлкен жетістік. Соны қарап отырамын мен бәрінде, соған тілекте болып, комментарий жазып, сол мықты араласып отырамын. Сол барлық қуаныштарың құтты болсын. Ал балдарым, өмір жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын, әр уақытта да тек алдарыңнан ақ жол болсын, талаптарың оң болсын, жетістіктерің көп болсын, әр уақытта да осындай тек жүздерің жарқын болып, оқуларың озат болып, барлық жағынан да тек жақсы жақтарынан көрейік, биіктен көрейік, мынау ұстаздардың тек еңбегін ақтап, әр уақытта да қызықтарын көп болсын. Бақытты болыңдар, үлкен азамат болыңдар, елдің баласы болыңдар, халықтың баласы болыңдар, айналайындар. Халықтың қалаулы ұл қыздары болыңдар. Әже, енді бүгін біздің студиямыздың атынан сізге кішігірім сыйлығымызды табыстайық деп едік. Рахмет. Қабыл алыңыз. Рахмет, айналайындар. Үлкен жұрт болыңдар. Бірінші қазан қарттар күні мерекесі. Соған орай бүгін біздің студиямызға керемет Зиягүл әжеміз келіп отыр. Осы керемет сұхбатты алып, бүгін жақсы сергіп қалдық. Әже, ең басты сізге тілеріміз зор денсаулық, ашық аспан және де немерелеріңіздің амандығы. Әумин, рахмет. Ендеше осымен сыр сұхбат бағдарламасы тәмам. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.